Сәлем достар, бұл біздің YouTube арнамыздағы тайм-аут жобасы. Бүгін кезекті шығарылым, және де оның қонағымен таныс болыңыздар. Барыс хоккей клубының ойыншысы Аңсар Шайхмеденов тайм-ауттың қонағы. Сәлем, Аңсар. Баршаңызға сәлем. Бірінші сұрақ, кешіккенін ұнатасың ба, әлде күткенін ұнатасың ба? Көбінесе кешіккен болар. Өйткені біз Аңсарды 1,5 сағат күттік. Бірақ сол 1,5 сағатқа бұл тұрарлық сұхбат болады деген ойдамыз. Өйткені біз Барыстың ойыншылары қазақ тілінде сұхбат берген шыны керек қуанамыз. Осыған дейін алғашқы шығарылымда Диас Гусейнов жақсы бізге өзінің ойын жеткізіп берген болады. Енді Аңсарды қазір сынап көреміз. Аңсар, енді биылғы маусым аяқталуға жақын, бір 5 ойын ғана қалып отыр. Жалпы енді команданың ойынына енді жанкүйерлер де бағасын берер, одан кейін басшылық та баға берер. Сен өзінің ойынына 10 балдық жүйемен қанша баға берер едің биылғы маусымда? Біріншіден кешірім сұрайын, кешіккенім үшін. Кешірім қабылданады. Негізі мен өзінің ойыныма барлық осы сезон біткеннен кейін отырып, әр ойынды қысқа вывод жазам. Соны қарап баға берем негізі. Но менің ойымша осы сезонда мен сезон басында, ортасында жақсы ойын уақытын алдым. Мұзда көп ойын көрсеттім, жақсы ойын көрсеттім деп ойлаймын. Кейбір кезде қателіктер де болды. Оның бәрін мен ойластырып, келесі сезонға дайындалам. Ал осы сезонға мен ойымша 6-дан төмен бере алмаймын. 10 шкала болса, кейбір жерлерде 7-8 болды. Бірақ ешқашан өзіме максимум бере алмаймын. Өйткені әрқашан өсетін жоғары талпынуға болады. Есть куда расти. Сен жарақат алғанға дейін өте жақсы ойнап келе жаттың, одан кейін биыл маусымда 2 рет болды ма жарақат алған? 2 рет травма алдым. Сол екінші, бірінші пятеркаға көтеріліп, өзім очко жинап бастаған кезде кішкене денсаулығым сол сыр береді. Сыр берді. Содан кейін кішкене, может, психологический кездер болған бар. Ал осы маусым басында енді сол бірінші, екінші бесіктерде ойнағаннан кейін қазір енді соңғы ойындарда енді ойын уақыты сенде көп деп айту қиын шығар, иә? Өйткені соңғы ойынның өзінде ары кетсе 5 минуттей уақыт ойнадың. Ол саған мысалы қалай әсер етеді? Әсер еткенде кішкене өзің уверенность, сенімділік теряешь, кішкене жоғалтасың. Біздің қазір командамыздың тұрған жеріміз біздің плей-оффқа, әр ойын плей-оффқа борьба, күрес болып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, түсініспеушілікпен қараймын. Қанша уақыт береді, сонша уақытта өзімді көрсетуге тырысам, командаға көмекке келуге, өзімнің ойындағы қозғалыстарымен, әрекеттерімен. Бәрін көріп отыр ғой адамдар. Мен көп ештеңе айта алмаймын. Барымша өзім істеген нәрселерімді істеймін, болды. Және сен айттың ғой, осы сөздің басында мен өзіме қорытынды жазамын деп. Соны өзің жазасың ба, әлде? Мен 14-15 жасымнан бастап кәдімгідей күнді жазам. Қай күн, ай, жыл, сосын ойын күндерін. Ойын күндерін жазам. Кіммен ойнаймын, үйде ма, или выездта ма, соның бәрін. Қаншасымен, қанша уақыт ойнадым, қанша пайдалы әрекет жасадым, қанша соққы жасадым. Қанша соққы жасадым, сбрасывание тұрған кезде, қанша пайызын ұттым, қаншасын жеңілдім, соның бәрін жазам. Сосын именно андай пункт бар, жақсы жасаған әрекеттерім, нені мог сделать лучше, жақсырақ жасаймын, и нені өзгерту керек вообще, өте қателік. Сол 3 пункт жазам. Бірнеше түспен жазасың ба, сиямен, әлде көп бір? Датаны только басқа сиямен жазам. Сосын, ручкалар бар, қаламдар бар. Қалай бұл әдет қалыптасты өзінде бұған дейін? Білмеймін, кітап оқыдым. Атын ұмытқам. Спортқа қатысты? Қара түсті кітап, көп оқыды балдардың біздің. Интернатта тұрған кезде еще Барыстың. Чемпионов бірдеңе деген атын ұмытқам. Есіме түсіргенде айтарым.
сол кітапта жазылып тұрды, егер өзің итог ары қарата өскің келсе, прогрессировать еткің келсе, соны өзің жазу керексің деп. Ну и басқа кітаптар оқыдым, негізі айтады, әрқашан түрлі ойлар келсе, өзіңе мысалға переживание, сондай уайым, қайғы болса, сонда әрқашан жазу керек, өйткені жай ойында емес, жазсаң ол қалады и өзіңе оңай болады. Ну кейбір кезде ашасың, қарайсың, мысалға қандай қатты уверенный болмасам, мысалға қалай жақсы ойнаған кездерімді ашып қарауға болады, қандай дұрыс қимылдар жасадың, қанша уақыт жасадың деген сияқты, соның бәрі өзінің есінде болады, сондықтан оңай болады ары қарата. Қанша дәптер толтырдың осы уақытқа дейін? Дәптер ме әлде бұл неме? Дәптер, бір дәптерім бітті, общий үлкен. Ол 13 жастан бері болған. И былтыр өткен сезоннан бастап жаңадан бастадым, бірақ ана сезонда көп ойын болып жиналған жоқ. 3-4 бет кетті тек қана. Осы сезонда нормально етеді. Сол ары қарата. Ну, тек қана КХЛ емес, например, басқа әр ойын жазамын. Товарищеский матч барлығын жазамын. Жазда ойнаған, барлығын өзіме. Ұлттық құраманың сапында ойнаған, жастар құрамасы сапында. Ұлттық құраманың сапында ойнаған, мысалы жастар құрамасы сапында ойнаған, оны деген қара түсті қаламмен жазамын. Вот чемпионат мира, молодежный, қай қалада өткен, қандай датада өткен. Сосын мысалы 10 нападающий ойнасам, защитада ойнасам, соның барын жазамын. Қазір мысалы гаджеттердің заманы ғой, мысалы оны басқа бір планшеттерде жазуға болады, бірақ қолмен жазған өзінің бір несі бар ма? Өзіме ұнайды негізі. Ну, программалар бар, заметка, түрлі сондай жерде жазуға болады, бірақ өзімен бірге пәтер деп ғой. Дәптерді алып жүремін, я соның бәрін көріп отырамын. Сол кезде солай ыңғайлы. Мен де кітапты негізі электронда оқығым келген, электронда оңай, және сатып алмауға болады, там арзанырақ, бірақ все-таки қолыңда ұстап, кәдімгідей есін сезіп, ашып, соны оқыған оңайырақ. Басқа балалар командада осындаймен айналыса ма? Өзімен жасты балалар? Онда ешкімнен естіген жоқпын, көрген жоқпын, бірақ жазатын именно ойын туралы. Бірақ көбі қарайды, бізге айтады, әр ойыннан кейін келесі күні бізге инстат статистика келіп тұрады. Әр каждый смена, әр қимылдарын, әрекеттерін, мұздағы қанша уақыт өткізген барлығы. Көбі қарайтын білем, өйткені талқылайды бәрі бірге, кейбір кезде ойын моменттерді, бірақ жазатын, жазбайтын білмеймін. Осы маусым барысында сенің қай ойын компоненттерін жақсарды өзінің пікірінше? Бүктіде шайбаға талас жүргізу кезіндегі ойында қайсысы жақсарды қазір? Талас жүргізу негізі мен жас кезінде кішірек болған кезде жақсырақ болған. Қарсыластар басқа болды. Қарсыластар басқа, мен өзім үлкендеу болдым, даже про-хоккей лигасында ойнағанда оңайырақ болған. Мен негізі кішкентай болсам да, мысалы 16 жасында, 17 жасында болсам да, үлкендерден әрқашан ұтатын едім. КХЛ кішкене басқаша деп айтсам болады. Ойыншылар тәжірибелі, сондықтан да кішкене қиындау болған. Бірақ әр жаттығу сайын біз жаттығамыз, қараймыз. Сондықтан да соңғы кездері жақсы болып жатыр. Біздің командада, егер қателеспесем, Аркадий Шестаковтың биылғы проценті 60-тан көп, жаман емес. Менде деген 30-40-тың айналдырасында болған, қазір 50-ге жақындап келе жатыр. Негізі 50-ден жоғары болса, это уже жақсы нәтиже деп саналады. Әрине, егер жартысынан көбін ұтсаң, это уже жақсы нәтиже деп саналады. Вот Аркадиймен көп сұрап, қарап, үйренеміз, тәжірибе аламыз, көмектеседі, көрсетеді бізге. И бізде бапкер Федор Васильевич Полищук кезінде орталық шабуылшы болған, соны тоже айтады бізге көмектесіп. Общий андай орта алатын болсақ, қандай жақсы болды, наверное, тактическая игра. Шайбасыз ойын. Шайбасыз ойын, және де андай асықпау, кішкене андай пауза ұстап, солай түзеу ситуацияларды бағалау, сондай, көбінесе сондай. Сосын алғашқы ойындарда мүмкін сен шайбаны алған сәтте оны тезірек беріп тұрады. Маған айтты, асықпа, мұнда барлығы тез болғанмен, бірақ деген ойлауға уақыт бар.
мен кішкене сол көп ойнап жүрген кезде, уақытым көп болған кезде, андай уверенный болған кезде, сол кезде сондай прям сезетінмін, мына жерде былай көрсетуге болады, кішкене ұстауға болады деген сияқты, позицияны жақсартуға болады деген сияқты сондай моменттер болған. Мысалы былтыр, одан арғы жылдары мен всегда ойлайтынмын, как больше прямолинейный, тіке, типа все барлығы ворота жаққа, барлығы қақпа жаққа солай. Ал қазір осы сезонда осындай нәрсе, тәжірибе, опыт көмектеседі, бізге айтып тұрады, нюанстар, сондай нәрселерді. Бірақ біраз кішкене сәл кідіріп қалсам болды, не күштік әдіс қолданылады, не болмаса ойын таяғында көтеріп шайбаны алып кетуі де мүмкін, сондықтан да оған да әрбір әрекетке дайын болу керек қой. Иә, ең басты, менің бір минусым, мен көбінесе солай ойлап жатам да, аяғым тоқтап қалады, маған айтады всегда, бірге аяқпен бірге жүгіріп, ойлана бер деген сияқты. Екі нәрсені қатар істеу. Иә, бірге қатар. Мен кішкентай кезімде андай болғам, үлкен болғам, физически күшті болғам, сондықтан мен өзімнің арқамды қойып, ойлана беретін, корпуспен солай. И кішкентай болғандықтан менен көп ала алмайтын. Егер клюшкамды көтерсем, мен былай өзім клюшкамды қойып кері солай. Мында мысалға ойыншылар менен де күштірек бар, менен де үлкенірек бар, үлкен ағайлар деп айтуға болады ғой. Сондай болғандықтан кішкене қиындау, бірақ барлығы келеді ғой. Жаттығу жасау керек, ең бастысы. Еңбек етсең ерінбейді, тояды қарын тіленбей, сол сияқты. Ары қарата еңбектенсең бәрі келеді. Құрылтқа келегасында мықты ойыншылар бар, мысалы мен Диас Гусейновпен сөйлескен кезде бұрын Радуловтың ойыны ұнаған дейді, сосын Радуловқа қарсы шыққан кезде жақсы бір әсерде болдым деген еді. Сен өзінде басында сондай оқиға өтті ме, мысалы осы лигада ойнап жүрген ойыншыларға қарсы мұз айдында шыққан сәтте? Әлде ұмытасың ба? Былтыр болған менде ең бірінші ойын Салават, мен интервьюде айтқанмын, сұхбатта осыған дейін. Бірінші ойында ана жолы ойнаған кезде Ларсен, Хартикайнен, Гранмон, солардың Манинен барлығы шыққанда мен олай ойлағам. Мына ойыншылардың бәрін мен кезінде қарап жүрген кезде келетінін қарауға деп, былай қарап отырып, емен осылармен бізге мұзға шыққанда, мысалға, алдынан өтіп бара жатқанда көріп таң қалатынмын. Ең басында солай болды. Сосын осы сезонда сондай әсер менде Казаньда ойнаған кезде отырдым, разминкаға шықтық, растяжка жасап отырған кезде соз қасымда Радулов, Шипачев, Воинов, Галиев барлығы отырды, мен ойлап отырмын, кезінде осылардың ойынын қарап жүретінмін, Радулов НХЛ-да ойнаған, Шипачев тоже НХЛ-да бар, Воинов. Содан кейін біз оларды сол ойында еще ұттық, жеңіске жеттік. Петухов лапрос соққан кезде ма? Әлде ол оның алдында Уфаға қарсы соқты ма? Уфада ол 2-1 ба? 2-1 баттық сол. Мен еще екінші пятеркада ойнадым сол ойында. Көп шықтық сол кезде. Радуловқа қарсы сонда энергия прям әсер алдым сондай. Ол енді сондай харизмасы керемет шығып тұратын ойыншы бұл қараса. Нағыз жауынгер деп айтсақ болады. Лидер ешқашан берілмейді до конца, солай соңына дейін ойнап. Беріледі, жан тәнімен. Ойынның ішінде екен көрініп тұрады эмоция, агрессия, бірақ өзі айтады ғой всегда, мен біреуге айқаласам да ойыннан кейін сразу кешірім сұраймын, потому что ойын барысында мен сондай адаммын деп өзі, интервьюға сұхбаттарын қарасаң, өзі сондай адам. Бірақ сыртынан қарау былай жақсы әсер қалдырды. Көп нәрсеге үйренуге болады. Биылғы маусымда сен біраз ойыншылармен ойнадың ғой енді. Біріншіде де, екінші бестікте де. Кімдермен ең жақсы ыңғайлы болды өнер көрсетті? Мен диванный хоккей подкастында айтқам, Кирилл Савицкий, Майкл Шапюмен ойнаған, сол ұнады өзіме. Жақсы болды, жақсы ойнадық деп ойлаймын. Көп ойнамасақ та, өйткені менде жарақат болды, Майкл Шапюде жарақат болды, бірақ ойнаған кезімізде жақсы ойнадық деп ойлаймын. Бір ойында алып болдыңдар ғой, жарақат өздеріне? Иә. Екеулерінде. Ең бірінші рет шықтық сол кезде, сол бір ойында жарақат алдық. Бір ойында бір сменада алдық қой. Екеуміз сменадан келдік те, ол аяғым ұрды, мен аяғым кетіп қалдық екеуміз бірге. Біраз ем болып келді. Бірге екеуміз
остановление бірге өттік. Залда бірге сауықтыру бірге залда жұмыс жасадық. Бірге МРТ жасауға бардық. Бәрін бірге жасадық. Сол кезде жақсы сөйлесіп бастадық. Ал тіл кедергі болған жоқ па? Сен ағылшын тілін жақсы сөйлесің? Қатты жақсы білемін деп айта алмаймын. Бірақ Орал қаласында тұрғанда, мектепте оқып жүргенде, сабақтан кейін жұмасына үш рет қосымша баратын 1,5 сағат ағылшынша үйреніп. Интермедиат бітіріп, мұнда көшіп келдім. Сабақта көмектесетін әрқашан, бірақ қандай еркін сөйлей алмайтынмын. Кішкене андай барьер. Бәрімізде сол ғой. Бәрін түсінеміз, бірақ айтуға қиын. Бірақ сыртынан қарап жүрсең, олар да андай өте таза, жақсы сөйлемейді. Олар да сөздерді айта береді. Мен бұлай түсіндіре алатынмын, бірақ қиын сөздер болған кезде сұрап, немесе переводчикті, Google переводчик қарап, қосып сөйлесетінмін. Сөйлесу үшін өзімнің әсерім жеткізе алатынмын ең бастысы. Ал командада осы мысалы барып, шетелдіктерден, легионерлерден біраз сұрап, ақыл кеңес сұрасаң, бірден айта ма? Негізі ондайға барым нетпесін? Ондай көп ондай жоқ, олар бізге айтатын, былай істе деп. Мен естуімше бұрынғы кезде легендалар бол, Баченский, Далман, солар көп айтатын, Алихан Асетовқасында айтатын, Баченский әрқашан былай да деп көмектесіп айтып жүретін дейді. Қазір мен ондай көп маған айтқан жоқ, бірақ Майкл Шапи екеуміз бірге тренировка жасап жүргенде, жаттығу жасап жүргенде маған былай да көмектесетін. Айтып, былай істеуге болады деген. Линдон нүктеде қалай ойнаған, сбрасывание салонда 1-2 рет болған тоже көмектескен айтып. Бірақ Линдонның биылғы маусымдағы көрсеткіштері онша жақсы емес қой, негізі. Алдағы уақытта, алдында өткен ойындарда қатты жақсы деп айтылған. Бірақ дегенмен де орталық шабуылшы, өте тәжірибелі ойыншы ғой. Оның жұмысы басқа ғой, кішкене. Нүктеде емес, кішкене алда барлығы жұмыс жасау. Шайбаны ұстап тұрып, одан кейін пас беру. Мен көбінесе өзім қандай ойыншымын, сондай ойыншыларға қараймын. Мысалы, андай қатты креативный ойыншыларға қарамаймын, өйткені мен ондай көп нәрсе істемеймін. Өзім қандай әрекеттер жасаймын, сондай әрекеттер жасауға, сондай ойыншыларды қараймын. Кезінде, мысалы, кішкентай болғанда түрлі ойыншыларға қарай беретін, мысалы, бірақ өсе бара түсіндім. Мысалы, әрбір ойыншының жасайтын жасамайды, өзінің жұмысы бар жасайтын. Кім ойыншы сол заттарды жақсы жасайды, соған көбінесе қараймын, соны істеуге тырысамын. Мысалы, сенен енді Никита Михайлис сияқты қатты бір жылдамдықпен қарсыласты алдап өтіп бұлай не деген сенен талап етпейді ғой, бапкер, басқа саған міндеттер жүктеледі, сондықтан да сен өзіне қажетті нәрселерді алуға болады. Қажетті нәрселерді, хоккейшілерге қарайсың. Аңсар, сен неше жасында Оралдан осы Астанаға келдің? 13 жасында, ең барысында жазда келгем. Сбор болып жатқан, жай жаттығу жасаймын деп ойлағам. 10 шақты күнге. Содан кейін Оралға барып, мені кері шақырды. Күзде қайтып келдім, осында интернатқа көшіп келдім. Сен сонда жақсы әсер қалдырдың, одан кейін. Ал сен негізі жай оқу жаттығу жиынына келдің мұнда, иә? Иә, негізі солай болған, ең басында. Содан кейін Челябинск қаласына жарысқа барғанбыз, жазда болатын. Барыс командасымен? Иә, Барыс 2000 командасымен. Жалғыз өзіңді қалай жіберді үйдегілер? Көп уақыт ойланды негізі. Мен негізі сабақты мектепте жақсы оқығам. Физико-математический лицейда оқыдым. Түрлі олимпиадаларға қатысқам, регата сондай. Жалғыз ер бала болғандықтан отбасында ата-анам көп ойланды негізі. Менмен сөйлесті көп. Үлкен ата-әжелермен, ағалармен, әкемнің ағаларымен, көкелермен сөйлесіп, шешім қабылдады. Менен сұрады, өзің барғың келеді ма? Барсаң сабағыңды жақсы оқу керексің, әйтпесе, егер бір сабақтан 3 шықса, кері қайтарамыз деп. Сондай талап қойды, иә? Жарайды дедім. Сосын
мында көшкенде орыс классына көштім, орыс мектебіне. Айтты, қиын болады, бірақ үйрену керексің. 1 жыл берем, 1 жылда 3 болса болсын, екінші жылы оқуда 3 болмау керек деп. Ал менде 1-ші жылда 3 болған жоқ. Басынан келгеннен бастап жақсы оқып бастадым. Мен ойымша, Оралдағы мектепте, мектеп лицейінде 27-ші Мәншүк Мәмет атындағы маған өте жақсы білім берді. Өйткені мен мында келгенде барлық сабақтарды, темаларды мен біліп отырдым. Жақсы негізінді қалады ғой сол жерде, сен білімді жақсы бердің. Бірақ мен онда 1-ші класстан бастап оқыған жоқпын. Мен онда 5-ші сыныптан кейін көштім. 2 жылда көп нәрсе үйрендім деп айта аламын. Сол сыныптастармен араласасың ба? Барлығымен деп айта алмаймын, бірақ бар, 2-3 бала бар араласатын. Бірақ Оралда көріп тұрғанда біреу менің көршім, Ансар аты тоже бірге оқыдық Оралда. Ансар аты көрші бала. Аңсар демекші, Аңсар сен басында сұхбаттың алдында бір кездескен кезде сенің есімін Н әрпімен жазылады деп сен айтқан едің, иә? Бұрын мен загрант паспорт алардың алдында мен Рафаэлевич болғам негізі. Әкем Бауыржан Момышұлы сияқты ұлы деп қою үшін, Рафаэль ұлы деп қойғысы келді. Сонда маған айтқан, ұлы болу үшін үн әріпін қосу керек деп, қазақша. Аңсар болу керек. Аңсар болу керексің деп. И содан кейін біз құжаттарымызды ауыстырғанбыз. Аңсар етіп қойды. Негізі менің атым, мен өзім санаймын Аңсар деп. Н әрпімен. Қандай мағына береді? Енді Аңсар деген ол түсінікті, ұн әрпімен жазылған кезде. Мен кітап оқыдым. Ансар аты ол араб аты, мұсылмандардың. Ол Медина қаласының тұрғындарын ансарлар деп айтқан. Кезінде көмекші деп, көмекші, әрқашан қолын созатын адам деп аудармасы. Ол кезінде Мұхаммед пайғамбарды Меккеден қуғындап жіберген кезде ол Медина қаласына барып тұрған. Сонда ансарлар оны қарсы алып, өздеріне қосып көмектескен, қол күшін берген. Мен оны өзім білдім, маған оны ешкім айтқан жоқ. Кітап оқыдым мен Мұхаммед пайғамбардың өмірі туралы. Сол кітапта кәдімгідей бір сондай жер бар. Мединада тұрған уақытында сол кезде айтады ансарлар деп. Мен оны көріп кішкене қуанып әсер алдым деп айта аламын. Қымбатты спортсүйер қауым, егер де мен барыстың ойыны кезінде Аңсар емес Ансар деп айтып қалып жатқан жағдай болса, оған міне осындай дәлел болатын сөздерді біз естідік. Негізі енді биылғы маусымда қазақ балалары барыстың құрамында көптеп пайда бола бастады ғой. Бітіп кеткен. Соны қарап отырмын да. Бұрын қол жетпейтін осындай шайбаларға дейсің. Енді қазақ балалары көп келе бастады. Мысалы кейбір жанкүйерлер осы біздің қазақ балаларын көру үшін арнайы Барыс аренаға келеді екен. Соны айтып жатады, мысалы үзіліс кезінде, шыққан кезде қазақтың балалары көбейді, қазақтың балалары жақсы ойнап жатыр деп. Сенің өзің пікірің қалай? Біздің қазір қара көздер көбейіп жатыр осы хоккей спортында. Кішкентай балалар өте көп. Сенен үлгі алатын балалар да бар. Ойым? Ойым, мен ойлаймын, ең бастысы жанкүйерлер бізде қаласа, біз көбейгенімізді тілесе, ең бастысы әрқашан қолдап жүрсе, біз қолдауды көреміз, сеземіз. Бірақ жеңіліс кезінде, неудачалар кезінде де әрқашан бізбен бірге болған қалаймын. Өзімнің желанием деп айтсам болады. Өйткені біздерде үйренеміз, бізде жаспыз, бізде ол бірінші, кейбіреулердің екінші сезон. Сондықтан да ең бастысы еңбек ету ғой. Сол біздер барлығын көреміз, бізге келетін, қолдау көрсететін адамдарды жазатын, қай социальный сеть болмасын, қай желі болмасын, барлық жерде көріп отырамыз. Егер барлығына жауап жазбасақ та, сезіп көріп отырамыз. Қолдауларыңызға көп рахмет деп айта аламын. Алда да мен ойымша біздің қазақ балдары, именно Қазақстанда туып өскен, сөйлей алатын нағыз қазақ балдар көбейе береді деп ойлаймын. Өйткені күн сайын жаттығу кезінде, біздің жаттығудан кейін көптеген кішкентай балдарды көреміз. Олар да біздің аттарымызды, фамилияларымызды атап
қуанып жатады. Ансар деп барлығын. Кейбіреулер ана жерде әсіресе мысалы не кеткен кезде суретке түсіп ойыннан кейін кейбір кезде қол-таяқтарын, клюшкалар сұрап, шайбалар сұрап жатады. Барымызша қол-таяқтарын бере алмаймын, енді клюшкаларымды өзімде ондай көп емес. Шайба андай естеліктер бір нәрсе беруге болады. Иә, әрине, фотоға түсіп суретке түсуге болады. Жаңа айтады, жас балалар келеді деп. Хоккейге негізі тек жас кішкентай балалар ғана емес, сондай қыздар да көп келеді. Көбінесе ансар деп осы арнайы плакат жазып алып қыздар келіп жатады. Осындай өзінің өнеріне тәнті болатын, ойынына тәнті болатын, келбетіне, сұлулығына тәнті болатын қыздар бар ғой енді. Оларды да сезіп көріп жатасың ба, мысалы, ойыннан кейін де? Әрине көріп жатамын. Кешегі ойында бізде раздевалкаға разминкадан кейін кіргеннен кейін представление болды, команданы айтып. Сол кезде көбін айтып жатыр, тыныш та. Сосын менің атымды айтқан жоқ, қасымда Димаш Дінмұхамед Қайыржан отырды, айтады, ща посмотрим, орысша айтып жатыр, ща посмотрим, как будет кричать. Сол кезде айқалап, шыңғырып жатыр. Сол айтады, Асетов Алихан айтады, кілем қыздар ба айқалап жатырған деп. Кілем. Болып тұрады ондай. Сенің пікірің, сенің енді әлі жассың ғой, бірақ дегенмен де аңсардың талабы қандай екен қыздарға деген? Қандай қыз болу керек? Қасында жүретін, серік болатын сен үшін. Қаз басың бос па? Жоқ, енді қандай қасиеттерді айтар едің бойында? Ең бірінші, өзің нені бағалайсың қыз баланың бойында? Мен олай айта алмаймын, мына қасиеттеріне қараймын деп. Ең бастысы ол ақылды болу керек. Өтірік айтпайын, ең бастысы енді бірінші очередь келбетіне қарайсың ғой. Келбеті тартса, ар жағында уже қалай сөйлесесің, қалай... Ар жағында не бар екен, бұл сұлулықтың артында дейсің ғой? Не бар екен, ойын, кейбір кезде сені қалай түсінеді, саған қандай сөздер айтады, ақыл ойын, ол жағында мен ойламаймын, былай, мен мынандайды қалаймын деп, ал кезде уже көресің, примерно қалай екенін. Негізі өзіме кішкентай кезім негізі ойлайтын, бойы ұзын керек, өткен мен анамның бойы ұзын, қарындастардың бойлары ұзын, мен бойым ұзын болғандықтан, мысалға кішкене қасымда сәйкес келетін, бойы ұзын, ақылды, сондай өте жаман қылықтары жоқ, өткен мен өзім жаман әдеттерім, жаман қылықтарым, андай ішімдік сияқты, ондай жоқ. Шылым шегу, ондай мүлдем жоқ. Қарап көрген, қызық көріп, ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ, өткен ондай маған ұнамайды, өткен мен әкем де шылым шекпейді. Сондай жоқ көп. Есіңіздер ғой, қыздар? Өткен көп түседі, сол туралы сұрақтар да, негізі шыны керек, осы аңсарға қатысты көп. Мен олай деп айта алмаймын, маған былай, мен мынандаймын деп алдыма шығып қажет жоқ, өйткені мен адам маған ұнаса, мен өзім оны көріп, өзім артынан жүріп, өзім добиваться еткенді қалаймын, өйткені маған жаза берсе, маған олай істесем, маған наоборот өйткені мен көбінесе олайым, маған ең бастысы хоккейші болғандықтан емес, осындай адам болғандықтан сондай адам керек. Өйткені көпшілігі мен хоккейші болғаныма қарайды. Танымал, жақсы айлық алады, әрқашанда бүкіл әлемді аралайды, шарлап жүреді, сондықтан да қасында болғым келеді дегендер көп дейсің. Бірақ оның бәрі өмір бақи болмайды, қиын кездерде болады, сол кезде бірге өтетін, мысалға сондай дайын болатын адам керек деп ойлаймын, көреміз. Алла кім береді, сол болады. Оралға қайтып оралатын болсақ, Оралға қайтып оралсақ деген қалай кетті дейсің, е? Оралға қайтып оралам деп ойламаймын, өйткені ата-анамды мұнда өзім қасыма алып келдің бе? Алып келгім келеді. Негізі мақсатым қазір сол, е? Осы қалаға емес, бірақ Алматы, Астана, екі қаланың біреуіне, көбінесе Алматыда тұрғым келеді, өйткені ұнайды сол қала. Өзіме барған кезде табиғаты өте әдемі, возможность көп деп ойлаймын. Мүмкіншілік ол жерде көп, е? Бірақ ол қалада хоккей қатты ондай дамымаған, сондықтан да... Бірақ жақсы ареналар бар, бірақ өкінішке қарай хоккей. Алда болады деп ойлаймын, көреміз. Жоқ, мен Орал туралы айтайын дегенім, Оралда бізде шайбалы хоккейден гөрі допты хоккей
өте жақсы дамыған, иә? Иә. Одан кейін Оралда шорт-трек өте жақсы дамыған. Оралда енді ол бүкіл Қазақстанның барлық жерінде шығар, күрес, бокс деген спорттары дамыған. Бокс өте жақсы дамыған. Иә, Данияр Елеусінов, мысалы, Олимпиада чемпионы, Оралдың тумасы. Ал сен неге хоккейді таңдадың? Мысалы, басқа таңдау болды ма сенде? Басқа спортқа оралған? 6 жасымда, есімде 1 желтоқсанда жексенбі күні болған. Сол күні әкем екеуміз таңертең тұрып, ертемен Ледовый дворецке бардық. Аты негізі Ледовый дворец. Өзі сол Ледовый дворецке барып көрдік. Бізде андай секция болған жоқ. Жай ғана ақша төлеп, өз ақшаңа, өзіңе форма алып, там түрлі жастағы балдармен тренер болған. Лақтырады шайбаны, ойнайсың. Болды. Коньки теуіп үйреткен жоқ, ондай. Нешедесің сен ол кезде? 6-дамын. 6 жаста. 1 класста. Негізі былай қарасаң кештеу негізі, иә? Қазіргі хоккеймен салыстыратын болсақ. Кештеу, бірақ ол кезде үлкен балдар болған, мен ең кішкентай болдым. И маған әкем айтқан просто борттың қасында жай теуіп үйрен деп. Содан кейін айтқан, теуіп үйрене бастағаннан айтқан, саған ешкім шайба бермейді, онда бар да аяқтарына жат, секір, мешать бер главное, солай деп. Солай, сосын кешке таман допты хоккейдің коробкасы емес, үлкен футбольный стадион, ашық аспанда, соған кешке таман барып, әкем екеуміз индивидуальный тренировка жасайтынбыз, солай біздің сол шайба жаттығу секциясына бір бала келген допты хоккейден бізге. Соның әкесі айтқан менің әкеме, может попробовать деген сияқты допты хоккейға. Сол допты хоккейға бардым. Ал онда допты хоккейда тегін барлығы, форма береді, клюшка береді, басқаша. Сол допты хоккейға барып, бірінші тренировкада 18 гол соқтым. Бірінші тренировкада 18 гол. Содан кейін маған айтты, вот давай кел бізге, біз саған форма береміз, анау, мынау деп. Сол бардым, сосын жарыстарға қатысып бастадым. Шайбалы хоккейде жарыстар болған жоқ бізге осылай шайбалы. И екеуім параллельно. И күніне менде вот мектеп лицейден шықтым, 3:30-да. Ағылшынға бардым, 4:00-да, допты хоккейден шықтым, 3:00-ге таман сағат обедтен кейін, таңертең обедке дейін допты хоккейға 1 сағаттай тренировка. Ағылшыннан шығып шайбалы хоккейға. Күн сайын солай болды. Күнделікті сенің кестен осындай, иә? Содан кейін кешкі сағат 9-10-дарда үйге келіп, тамақ ішіп, үй жұмысын істеу керек қой, мектеп лицейде оқығаннан кейін. Обязательно. Сол үй жұмысын жасап, түнгі сағат 1-2-лерде ұйықтайтынмын, таңертеңсін 7-лерде тұрып кері кететінмін. Негізі отбасында біреу осы спортқа қатысы бар ма? Папаң, әкең мысалы? Первый проходит. Ондай қатты жоқ. Әкем волейбол ойнаған жұмыста, хоккей, шайба ойнаған, бірақ жұмыста андай профессиональный ешкім жоқ. Мамам кезінде, студент кезінде легкая атлетика, жүгіруге қатысқан. Келісесің бе, менімен келіспейсің бе? Мысалы, мен хоккейді ұнатып, жақсы көрдім да бұл спортты, бірақ өзім хоккей ойнамаған. Бірақ мен алдымда 3 жасымда кішкентай баламды хоккейге берген ғой. Менің ойымша, осы хоккей спортында теннис деген сияқты да, кей кезде баланың өзінің ниетіне қарағанда әкесі, шешесінің жеке амбициясы өзінің бала кезінде мысалы болған жоқ қой бұндай нәрсе. Сол өзінің баласына бергісі келетін сияқты, сөйтіп күштеп беретін сияқты. Мен ұлым мысалы ары қарай алып кеткен жоқ, өйткені ұнамады оған. Ол қазір басқа спортпен айналысады, дзюдомен айналысады мысалы. Көбінесе мен пікірімше солай сияқты қазіргі таңда. Менің ойымша көп ондай темаларды блогерларда қозғайды ғой, қазір көбі. Бапкерлер қозғайды, айтады. Бірақ менде ондай болған жоқ, мен өзім айттым. Әкем сол айттым ғой, жұмыстастармен ойнайтын. Бір жарыс болған, спартакиада сияқты. Содан 2-ші орын алып келді медальмен. Ол мен бармастан бұрын, әлі хоккейға барған жоқпын. Сол кезде маған медалін көрсетті. Маған ұнады, мен айттым, менде барғым келеді деп. Өзім барғым келеді. Сен өзіңде ниет болды? Иә, өзім барғым келеді деп айттым. Жарайды, кеттік, болды, бардық. Енді егер мен өзім ниетім болмаса, мен ойлаймын, Оралда хоккей жоқ қаладан мұнда келмес едім, жетпес едім деп ойлаймын. Бірақ қазір бар ғой, Ястребы деген команда. Қазір Ястребы деген команда бар. Алда 1-2 жылда про хоккей лигасының командасы болады деп ойлаймын. Бірақ уже мен Оралға барғанда мені барлығы біледі уже. Таниды, иә? Таниды. Барыста ойнайды деп айтады, кішкентай балдар барлығы біледі, айтады, ол барда, сендер де бара аласыңдар деген сияқты мен естідім. Жазда. Үлгісің сен сол жердегі балаларға? Мен де ондай қатты нәрсеге қол жеттім деп айта алмаймын, әлі алда көп қой, бірақ енді жасап отырсың. Орал сияқты қалаға мен олайым жететін болар деп. Барыстың системасына түскен уже
бірінші Орал қаласының тумасы Барыстың сапында құрлық хоккей лигасында ойнап жүрген. Иә. Дұрыс қой. Көбінесе бізде Қарағанды, Өскемен, одан кейін Әділ Бекетаев Петропавл қаласында мысалы. Өзін Оралдан. Ал негізі өзінде болды ма? Осы жаңа айтып отырсың ғой. Түнгі сағат 2-ге дейін кесте сондай күнделікті, күн тәртібі сондай болған. Бір кезде болдым мен, шаршадым, ешқайда барғым келмейді деген сияқты. Бір переломный моменттер болады ғой адамның өмірінде. Сондай болды ма сенде? Оралда болған жоқ. Ондай переломный момент Астанада болды. Жалғыз өзің Астанадасың, әке-шешең Оралда. Сондай кішкене молодежный период болған болар. Сол кезде 18 жасымда ма, Снежный Барсыда сезон жақсы бастадым. Содан кейін ойын жүрмей бастады. Командада ойын жүрген жоқ. Снежный Барсымен бірінші сезон про хоккей лигасында ұтылып кішкене бапкерлерден де андай болды сөздер, типа сен өзің уровеньда ойнамайсың деген сияқты түрлі нәрселер басталды. Сол кезде накопительный эффект сияқты сондай болған болар. Бәрі жиналып уже желанием кетіп қалды, андай ойнағым келмей, үйге қайтқым келген сияқты кішкене сағыныш та басталды. Сол кезде ойлағам, үйге қайтамын деп. Мамам айтқан, қайтсаң қайт, маған жақсы деген сияқты. Әкем айтты, сен енді әкем менің осындағы бірінші бапкеріме звондады, Рамазан Канашевич Кайдаров. Екеуі сөйлесіп, содан кейін әкеме Рамазан Канашевич айтқан, ол ең басында ғой, карьерасын әлі алда, енді басталып жатыр деп. Ары қарата барлығы келеді, зарплата, айлық болады, барлығы алда болады, әлі келеді, қайда кетіп бара жатыр деген сияқты. Сосын әкеммен сөйлестім, әкем де маған түсіндіріп айтты. Керек болса, давай, маманды бір айға жіберейін, либо мен келейін деген сияқты. Сонда мен айттым, жоқ, керек емес. Содан кейін бапкердің үйіне барып, сөйлесіп, кішкене тоже маған айтты, жайлап бастадым. Сосын мұнда біздің системамызда психолог болған, спортивный, Тимур деген. Соған жіберді, сонымен 3-4 рет сөйлесіп, кішкене ішімдегін барлығын шығарып, айтып, жақсы бастады. Желтоқсан айының үздік молодой игрок атанып, Наматқа көшіп кетті. Содан кейін? Жарты жылдан кейін сол оқиға болды ноябрьде. Ноябрь қараша ма? Қазақша. Қараша, иә. Содан кейін желтоқсанда лучший игрок атандым да. Но жаңа жылдан кейін Наматқа көшіп кетті. Содан кейін Наматта сезон соңында аяқтап. Наматпен ұта бастадым дейсің ғой. Плей-оффта ойнадық, содан кейін сезон аяқталғаннан кейін жазда сбор болып, Барыспен Барысқа көштім. А так үйге кетіп қалар едім. Негізі Ястребы командасы сол кезде болды. Олар маған уже хабарласып, естіп алған ғой, мен мына жақта кел бізге, давай біз сен деген мұнан көп зарплата қоямыз. Давай бізде ойнайсың, біздің капитан боласың, местныйсың ғой, давай, конечно, анау деп. Маған айтқан, егер барсаң ойна сонда, сезон соңына дейін, сосын ары қарата көресің деген сияқты. Бірақ осында қалдым, мен ойлаймын. Рахмет. Дұрыс шешім қабылдадың. Әрине дұрыс шешім деп ойлаймын. Қазір міне Барыстың сапында ойнап жүрсің. Ұлттық құрама команда сапында, бұған дейін жастардың құрамында ойнадың ғой? U18. Ересектер арасында ұлттық құрама бірінші рет осы жолы ойнадым. Мәскеудегі бірінші арна кубогында, иә? Ол жерде бір жаңа түрлі формат болды ғой, 3-3 форматы деген. Қалай көңілінен шықты ма сол 3-3 формат деген? Егер барлық осы алаңда ойнау, үлкен алаңда ойнау, мен ойымша... Негізі кішірек алаңда қызықтырақ болады. Кішірек алаңда жазда ойнайды ғой. Иә. Сочиде болды турнир мысалы. Сол қызық деп ойлаймын. Ал егер кәдімгідей біз 5-5 ойнайтын алаңда ойнау 3-3, мен ойымша ол кішкене қиындау. Ұзақ уақыт жүреді, андай опасный моменттар жоқ, солай айналып жүре беруге болады. Ал өзімді айта кетер болсам, мен ол турнирге мен ойымша қателік жібергенім, сол кезде кішкене провальный болды да, физически дайын болмай қалдым деп ойлаймын. Сол кезден бастап кішкене спад болды, бірақ жұмыс жасап, еңбек етіп, жайлап кішкене кері уровеньға
өзінің ойынына сенің көңілің толмады, иә, сол жердегі? Өте, вот осы сезондағы ең сол толмаған кез сол деп ойлаймын, сол турнир. Может, кішкене еще андай болды, переживание, уайымдадым, өйткені ең бірінші рет мына жерде елтаңбамыз тұрған киімді киіп мұз айдынына шыққан, ол мүлде басқа әсер шығар, иә? Тимур молодежный емес, андай үлкен ғой, қасында басқа командалардан келді, Металлургтан, басқа Аккордин, сондай игрок Маклюков сияқты басқа игроктар келді, Паников тоже. Олармен мысалға мен ойнаған жоқпын осыған дейін, кішкене басқа обстановкада біртүрлі болдым да. Ал осы енді сен енді спорттық карьераны енді басталып отыр, дегенмен де осы уақытқа дейін ең есте қалатын ойын қандай ойын болды? Мен ойымша сен барлығын есінде сияқтысың, өйткені сен күнделік жүргізесің ғой, сен барлығы есінде. Сондықтан да қандай ойын? Ең жақсы моменттер мен ойымша ол деген әлем чемпионаты 18 жасқа дейінгі. Мен защитник болып ойнадым. Негізі шабуылшының орталық бірақ қорғаушы. Бірінші ойында немістермен ойнаған кезде Германия құрама командасымен Даниил Бутенко 5 минутқа айып алып, ойыннан кетті. Мен сол ойынды қорғаушы ретінде аяқтадым. Содан кейін барлық қалған 4 ойында ма, 5 ойында ма қорғаушы ретінде бірінші құрамада ойнадым. Екінші орын алдық, немістерге 5-3-пен ұтылып қалдық есебімен. Бірақ сол ойында 5 минутқа айып алғанда біз 3 гол жіберіп қойдық та. Қиын болды кішкене. Бірақ өте мықты команда болды бізде, өте жақсы команда болды. Ең жақсы команда деп ойлаймын. Ойнаған командам ең жақсы сол команда деп ойлаймын. Өйткені бәріміз бірге дос болды. Бір үйдің баласындай дейсіз ғой. Интернатта көбіміз тұратынбыз, барлығымыз Барыс құрамасына 2001 жылғы балалар, 2002 Қарағандыдан Чапров Денис бір ойыншыны алды. Өте мықты команда болдық. Негізі неміс Германия құрама командасымен бірінші ойын ойнамаған кезде мен ойымша біз оларды ұтатын едік. Ал оларда қазір НХЛ-да ойнайтын Штуцле, солар Пятерка, Рейм, көп ойыншылар ойнады солар. Ал біз олардан мүлдем кем болған жоқпыз деп ойлаймын. Жоқ, ана 18 жаста шабуылшыдан қорғаушы ойнау деген бір жағынан қайдан өзіңді қайта іштей тәрбиелеуің керек қой. Ең бірінші опыт чемпионат мирда қорғаушы ретінде бастап кеттім сол кезде. Негізі өте жақсы ойнадым деп ойлаймын қорғаушы ретінде. Ары қарай одан кейін қорғаушы ретінде жалғастыруға болушын. Ойландым негізі сол кезде, бірақ маған айтты, орталық шабуылшы, центральный нападающий. Бізде Әділ Бекетаев ол шабуылшы ретінде бастап, одан кейін қорғаушы болған, бірақ ол кішкентай жасында болған, иә? Ал енді сен 18 жасқа келіп амплуаны өзгертті деген. Негізі жақсы. Бірақ бұл бір жағынан, кешірім өтінем сөзіңді бөлгеніне, көп бапкерлер шабуылшылардың қорғаныста жақсы ойнай алуына көп мән береді, иә? Өйткені 5 адам шабуылдайды, 5 адам қорғанады деген қазір сондай принцип ұстанады ғой. Қазіргі заманауи хоккейді алып қарайтын болсақ. Сондықтан да осындай қасиеттердің бойында болса, қорғаныста жақсы ойнай алатын. Ол бапкердің көңілінен. Керісінше оңай ғой, қорғанышта жақсы ойнап, алдағы ойынды, нападениедағы ойынды жақсарту оңайырақ, чем наоборот. Шабуылдан қорғанысқа оралған. Көбінесе осы ойыншылардың көбі наоборот, мысалға Барыс командасына, құрамасына салмайды. Өйткені олар қорғаныста сенен сразу гол соқ деп сұрамайды. Сенен ең басты гол жібермеу керек. Дұрыстап тұрақты, жақсы ойнау керек. Содан кейін барып алда ойынды көрсету керексің нападениеда. Бос уақытында немен айналысасың? Әлеуметтік желіде көп отырасың ба? Әлеуметтік желіде ондай көп отырам деп айта алмаймын. Көбінесе біреулермен, достармен сөйлескен кезде болмаса. Бірақ YouTube әлеуметтік желіге жатады ма? Негізі жатқызуға болады, иә. Не көресің онда? Түрлі видеолар қараймын негізі. Соңғы кездері подкасттар тыңдаймын көбінесе. Соколовский, Марғұлан Сейсенбаев, Руслан Шаяхин андай. Көбінесе білім жағына ғой. Өз-өзіңді жетілдіру. Тек қана хоккей туралы емес. Бірақ кейбір кезде көңіл күйім андай қатты ондайға тартпай тұрған кезде, мысалға көбінесе демалатын видеолар қараймын, жай андай релакс дейсің ғой.
блогерлар түсіреді ғой түрлі пранк сияқты немесе түрлі видеолар сондай қараймын. Плейлистінде қандай әндер қазіргі таңда? Қандай әндер тыңдайсың? Баяу әндер ма, жылдам әндер ма? Соңғы кездері ондай көп ән тыңдамаймын. Бірақ көбінесе маған тоже көңіл күйге байланысты ғой. Жақалиев ұнайды мысалға. Соңғы кездері досым Макан деген рэпер бар ғой, әнші. Соның өлеңдеріне 40 жастағы менен Маканды сұрап подсадил деп айтамын. Мысалға үйді сағынып жүргенде андай туыстарымды көргім келіп жүргенде мысалы Раймның өлеңдерін тыңдауға болады. Орал туралы сұрайын деген Диди Рекордс мысалы өте Алина, Герц бар, одан кейін көп балалар шықты. Артур, Райм, Мысалы мен бір қуантатыны соңғы кездері көп жастардың телефонындағы плейлисті көбісі қазақстандық әншілерден құралады да. Өйткені сапалы музыка қазір бізде де жақсы шығып жатыр. Мен өзім мысалы керемет жақсы көремін, тыңдаймын. Калифорния, одан кейін басқа да қазақстандық әншілер. Мен де қазақстандық әншілердің көбін тыңдаймын. Бірақ мен айттым, көңіл күйге байланысты, жай ғана тыңда, ондай жоқ кейбір кезде осы. Бірақ Райм Артур өте ұнайды маған. Раймның әндері өте тереңде, тыңдасаң сөздеріне мысалға бар мен жоқ деген сияқты деп ауылымды сағынды, сондай түрлі өлеңдер. Негізі Райм деген менің ағам досы ғой. Ағам досы. Бірақ мен өзімен жеке таныс емеспін. Ағам айтқан таныстырам деп бірақ әлі танысқан жоқ. Бірақ мысалға сол Диди Рекордстағы Адил деген бар. Бірақ ол шығып кетті қазір, ол Алматыда өлең айтады. Менің көршім, досым Адил деген. Орал шағын қала ғой енді, сондықтан да бәрі бір-бірін жақсы таниды. Иә. Ал кино, қандай кинолар көресің? Киноға шақырса барар енді? Баруға болады. Мен бала кезімдегі арман киноға түсу болады. 2012 жылы ма, 11 жылы Астана моя первая любовь деген киноальманах түсірген. Сонда бір новелла «Легионер» деп аталған. Там Чулпан Хаматованың бауыры барыста ойнайтын легионер болады да. Осындағы қазақстандық қызбен ғашық болады бір-біріне. И біз сол кезде Қазақстан спорт сарайында хоккей жүргізетінбіз. Сол жерде келіп, бізді кинокамерамен түсіріп, мені 7-8 кадр соның ішінде түсірген. Сол киноға шыққан мен, бірақ атын титрда жоқ. Роман Скворцов озвучивать еткен ғой комментаторын. Комментатор Роман Скворцов деп шыққан. Бірақ мен өзім әйелмен танысқан кезде сол киноның премьерасы, сол киноға алып барып, сол жерде өзім көрсеткен десем. Жақсы план бұл. Жоспар жақсы. Жоспар жақсы болған ғой. Сондықтан киноға түсу менде арман болған. Сен де егер түссе баста тартасың ғой. Арман бар деп айта алмаймын, бірақ бас тартпас едім. Менің ойымша маған өте қатты қиын болмайды, өйткені маған ең бастысы басында қиын да, арғы артта уже. Кез келген нәрсені алып кетесің. Кіріп кеткеннен кейін алып кете аламын, өйткені инстинктивно, автоматически. Кезінде мен даже выступление, презентация, мектепте болғанда дайындалмайтынмын. Мен айтатын қазір бастаймын, арғы артта алып кетемін. Уже қарап отырасың да былай автомат кете береді. Қиын ситуацияларда шыға білетінсің. Ал егер өмірінде хоккей болмағанда Аңсар Шайхмеденов қазір 21 жаста. Кім болар еді 21 жаста? Өзіңді қалай елестетесің хоккейсіз? Білмеймін, бір жақсы университетте грантта оқып жүретін едім. Дипломы жұмысын жазып жүретін. Қандай мамандық таңдар едің? Инженерия, технология, технический бір сондай сондай мамандық таңдар едім, иә. Ондай қатты IT, компьютер ондайға жоқпын, бірақ сондай мамандық деп ойлаймын. Может, ондай международный дело ма, сондай бірдеңе. Сен өзіңді патриотпын деп санайсың ба? Патриот деген кім ол, сенің пікіріңше? Патриот деп санаймын. Өйткені мен өз елімді ұнатамын, жақсы көремін. Әрқашан кездер болады, қаңтар оқиғалар сияқты сол кезде өте бар жүрегімен, бар эмоциялармен алаңдаймын, қараймын, қобалжимын.
кішкентай кезінде мен ата-анам көбінесе әкем осы оқиғаны әрқашан еске түсіреді. Мектептен қайтып келе жатырған кезде 4-ші ма 3-ші сыныпта жаңбыр жауып тұрған, балшық болған. Сол кезде қоқыстар жатыр да көшеде. Специальный мусорка емес, қоқыстар жатыр. Сол жерде мен осындай түсті бірдеңе көріп қойдым алыстан. Мен ойладым, ту болар деп сездім, көрініп тұрған жоқ бірақ. Мен бардым қасына, 2 ту жатыр екен қоқыстың арасында. Сасып тұр да, мен оны алып қолыммен сол қоқыстан үйге барып, үйде ешкім жоқ. Кешке дейін анамды күтпей, анама звондап, мама, стиральный машинаны қалай қосады деп сұрап, жуып қойдым. Ол тудың біреуі менде қазір. Әлі күнге дейін Мұнда, ал біреуі үйде, мен комнатымда. 2 туды солай тапқам, негізі. Үйде ту болмаған ешқашан. Үлкен ту кәдімгідей, сол туларды алып келдім. Сол кезде әкем айтады, әлі күнге шейін айтады, мен сол кезде түсіндім дейді, сен сондай патриоттық сезім бар. Азаматсың. Бірақ маған мен негізі ойынның басында гимнді айтпайтынмын. Өйткені мен настраиваться етіп, басқа нәрсе туралы ойлап тұрам. Ал үйдегілер звондап, әкем мен анам, сен айту керексің, сен... Мен де солай ойлаймын. Мысалы, мен де оған кешірім сөзімді бөлгенмін. Үнемі сондайға жақсы қарап отырамын да, біздің команда кім айтып тұр екен деген сияқты қараймын. Одан кейін бұл балалар айтпайтынмын, ішімнен айтамын да андай. Былай кәдімгідей өзім сөйлеп айтпайтынмын, аузымды жыбырлатып, былай ондай болмаған. Содан кейін ата-анам айтқаннан кейін кішкене түсініспеушілік болды. Содан кейін түсіндім енді, ата-анам деген жаман нәрсе айтпайды ғой. Біз қазақ балдары аз болғандықтан түсіндім емес. Содан кейін қазір айтам, кәдімгідей даусымды шығарып, шетелде, басқа қалаларда болғанда да кәдімгідей даусымды шығарып сөйлеп айтам, естілетіндей. Әділ Бекетаев екеуміз қасымызда бірге тұрамыз. Мен Әділге айтам, давай кеттік деп бірге. қосылып айтасыңдар екен. Кешегі ойынның алдында солай болған. Аңсар, енді уақытыңды бөліп, жаттығудан кейін біздің сауалдарға жауап берген рахмет. Бірінші кезекте мен осындай білімді, білікті, биікке ұмтылатын, азаматты тәрбиелеген әке-шешеңе мыңдаған алғыс білдіргім келеді. Енді сен тек биік белестерден көре берек, спортта да, жалпы өмірінде де талай шыңдарды бағындыра бер. Көп рахмет өзіңе. Мен рахмет, айтқаныңыз келсін, сіздерге де көп рахмет. Жанкерлерге осы қарайтын, әрқашан қолдайтын рахмет. Жақсы, сәттілік, көп рахмет. Қымбатты достар, осымен біздің тайм-аут шығарылымы аяқталды. Алда тағы да біз Барыстың Номад командасының және де өзге де спортшылардың жеке өміріне қатысты сіздерге шығарылымдарды ұсынатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Көп рахмет.